Сәлем достар, бүгін сіздерге ресейлік ерекше жанрдағы «Сводишь с ума» деген киноға қысқаша шолу жасаймын. Шынымен де ерекше, себебі ресейлік кинолардың көбінде бір сценарий болады. Ал бұл болса оларға мүлдем ұқсамайтын екі жастың ерекше махаббаты жайлы кино. Ендеше кино жайлы қысқа да нұсқа білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және өтініш, каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Бір қыз пәтер жалдауға келеді. Бірақ ол пәтерді қарауға басқа да адамдар келіпті. Сол кезде бір жігіт сол қызбен бірге өзін отбасылы адамбыз деп таныстырып, солай пәтерді алып алады. Сөйтіп екеуі пәтерге таласып қалады да, бәрібір қыз өз айласы мен пәтерді өзіне қалдырады. Кешке қарай ол айнаға қарап тұрғанда, сол айнаның ар жағынан бағанағы жігітті көріп шошып кетеді. Басында жай елес деп ойлағанымен, оның барлық дыбыстары да күшті естіліп тұрады. Солай не болғанын түсінбей қалады. Келесі күні сол қызға, яғни Алисаға жігіті келеді. Бірақ қызық дегенде жігітіне әлгі жігіттің сөйлеп жатқан дауыстары естілмейді. Алисаға болса ап-анық барлығы естіліп тұрады. Содан қыз өзінің есі ауысқан деп ойлап дым түсінбей жүреді. Сосын тағы да айнаға барып қарағанда, ар жағында Ваня достарымен қарап тұр екен. Бірақ оның достарына Алиса көрінбейді. Ваня мен Алиса не болғанын түсінгілері келіп ойлана бастайды. Сөйтсе алдындағы пәтерді екеуі де алған екен. Яғни Алиса да сол пәтерде, Ваня да сол пәтерде тұрып жатыр екен. Бірақ жеке-жеке. Солай екеуі әлі де болса дым түсінбей жүреді. Бірақ көрші бір әйел екеуін де осы үйден көріп жүреді. Бірде Ваня Алисаның жігітін басқа қызбен көріп қалып, Алисаға айтып береді. Алиса болса ол жайлы біледі екен. Яғни әлгі қыз оның жігітінің әйелі екен. Жігіті оны әйелімен ажырасқалы жатырмыз деп алдап келіпті. Солай қазірде жұмысы үшін ажыраса алмай жүргенін айтып алдай салады. Яғни ол өзінің көпке үлгі болатын бақытты отбасы деген кітабын шығарыпты. Сол кезде оның әйелі де пәтерге кіріп келеді. Күйеуі болса сасқанынан Алисаның сырқаты бар. Сол себепті оған көмектесу үшін келіп тұрам деп айтады. Алиса оған ештеңе айта алмай ашуланып кетіп қалады. Әйелі басында оған сеніп қалғанымен кейін қайтадан сенбей кетіп қалады. Оның барлығын Ваня да естіп тұр екен. Кешке Алиса ашуланып, ішімдік ішіп алып, билеп, солай ваннада ұйықтап қалыпты. Оны Ваня оятпағанда суға тұншығып қала жаздайды. Содан кейін ол Ванямен сөйлесіп, Ваня оған жігітіне қатысты өз ақылын айтады. Тіпті келесі күні жігіті тағы келгенде Ваня оған есікті ашқызбай, оны жұбатып көңілін көтереді. Алисаның жігіті сонда да кешірім сұрап келуін жалғастыра береді. Бірақ Алиса Ваняның айтуы бойынша онымен кездеспей, оған есік ашпай қояды. Солай Ваня екеуі бір-бірлеріне сырларын айтып, үнемі араласып, жақсы дос болып кетеді. Кейін Алиса жігітімен ара қатынасын үзіп, басқа бір жігітпен свиданияға келеді. Ол жерде Ваня бармен болып жұмыс жасайды екен. Кездес тау әйтеуір екеуі өмірде де. Әйтпесе айна арқылы ғана бір-бірін көреді ме деп ойлап едім. Солай екеуі далаға шығып, бірге қыдырып, көңілді уақыт өткізіп, таң ата үйлеріне келеді. Сөйтсе оның кездескені пәтердегі Ваня емес, шын өмірдегі Ваня екен. Содан Алиса пәтердегі Ваняға мүмкін бұл тағдыр шығар, сен де өзіңнің шынайы өмірінде мені тауып көрші дейді. Солай Ваня шынымен де өмірде оны кездестіреді.
Бірақ ол Алиса оны пәтерге таласып қалған жігіт ретінде ғана танығасын, онымен дұрыс сөйлесе қоймайды. Пәтердегі Алиса болса шын өмірдегі Ванямен кездесіп пәтерге алып келеді. Ол Ваняның ойы басқаша болып, Алиса оған келіспегесін басқа қызбен кездесуге кетіп қалады. Оның барлығын пәтердегі Ваня естіп, өз-өзіне ашуы келіп тұрады. Сөйтсе ол бір қызға қатты ғашық болып, соны әлі ұмыта алмай жүргесін басқа қыздарға шынайы оймен қарамайды екен. Осы жерде желілерде тарап жүрген екеуінің билері басталады. Солай екеуі бір-біріне сезімдері ашылғандарын түсініп, айна арқылы үнемі бір-бірімен араласып жүреді. Бір күні шын өмірдегі Алиса мен оның құрбысы Ваняның үйіне вечеринкаға келеді. Пәтердегі Ваня мен Алиса оларды көріп бір түрлі болып қалады. Сөйтсе ол Алиса Ваняға мән бермей әлі де әлгі жігітімен жүріп жүр екен. Сол кезде Алиса ашуланып далаға шығып кетеді. Шын өмірдегі Алисаға болса вечеринкаға жігіті келеді. Ваня оның Алисаны алдап жүргенін білгесін ашуланып кетіп, оны бір ұрады. Барлығы оларға түсінбей қарап қалады. Алиса болса шын өмірдегі Ваняға барға келіп, ол жайлы білетіндерінің барлығын айтып береді. Ол Ваня болса ойланып түсінбей қалады. Пәтердегі вечеринка аяқталып, Ваня мен Алиса жалғыз қалып қойып, Ваня оны биге шақырады. Пәтердегі Алиса болса үйіне келіп, екеуін көріп бір түрлі болып қалады. Қап, екеуін қиынап қойғандарын қараш. Бір-бірін ұнатып тұрса да жақындай алмайды. Содан Ваня шын өмірдегі Алисаға бірге бола алмайтынын, басқа қызды ұнататынын айтады. Пәтердегі Алиса болса Ваняны ойынан жіберіп, айнаны сындырып тастайды. Сол кезде Ваня көршісі арқылы пәтердегі Алисаның да шын өмірде бар екенін түсініп, оны тауып алады. Алиса болса басында оның пәтердегі Ваня екенін бірден түсіне қоймай, кейін барлығын түсініп, екеуі ақыры бірге қосылады. Ал айна жайлы айтатын болсам, оның барлығын олармен көрші болып жүрген әйелі ұйымдастырған екен. Ол осы үйдің қожайынының анасы болып шығады. Солай бұл кино да сәтті аяқталады. Келесі видеомызға дейін аман сау болыңыздар.